Бүйрек ауру дегеніміз не? Неден ауырады? Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Бүгінгі темамыз сіздерге бүйрекке байланысты болады. Көп адамдар бір жерде бөтеке деп айтады, бүйректі бір жерде бүйрек дейді. Жалпы қазақпыз ғой, бәріміздің неміз біреу ақ. Екі бүйрек қой мен жердегі тұрған, екі бөтеке. Сол бүйрек неге ауырады? Бүйрек көбінесе сұқ тигеннен ауырады. Содан кейін тұмау асқынғанда бүйрекке де әсер береді. Одан да ауырады. Бүйректе құм болса, тас болса, ол да ауырады. Содан кейін надпочечник дейді, бүйректің үстіндегі бездер ауырады. Бүйрек ауырайын деген кезде бездер кішкене ауруды ұстап қалады да, соған әсер береді. Кей жағдайда киста пайда болады. Құм пайда болады, тас пайда болады. Енді бүйректі жалпы қалай қуаттандырамыз, қалай емдейміз? Бүйрек ауруының емі біздің қазақтың ішетіні жантақ. Сол жантақты қазір мен инстаграмнан, интернет желісінен көріп қалам. Жантақты шай қылып, кәдімгі аяқтан жантақты әкеп сыпырып оңай ақша шай қылып елге беріп жатыр. Жантақты өне бойы ішуге болмайды. Маған келді бір апа. 1 жыл жантақ ішкен. Дірілдеп зорға жүр. Ойлаңызшы, шөпті қалай болса солай ішуге болмайды, құрметті менің оқырмандарым, құрметті менің жақсыларым. Шөп ол мочегонный. Денеңдегі суды қуалайды. Қай түрі болса да шөптің. Өйткені ол шөп суменен, табиғатпен өскен нәрсе. Ол қандай да болмасын дененің ісігін кетіреді. Ал енді жантақты іше берсеңіз, қандағы микроэлементтерді қуалайды. Неше түрлі сүйектегі микроэлемент, басқа да керекті микроэлементтің бәрін қуалайды да, қаныңызды азайтып жібереді. Қанның составын азайтып жібереді. Гемоглобиніңіз де төмен түсіп кетеді. Сүйегіңіздің бәрі дірілдеп қалады. Маған келді, өте кәрі кісі емес, 60-тың айналасындағы, дірілдеп жүре алмайды. 1 жыл бойы жантақ ішкен. Сондықтан жантақты оңай ақша істеп жатқандар, шай істеп сатып жатқандар, олар мені кешірсін, ол дұрыс емес. Егер жантақты кішкентай ғана қара шайға араластырып ішсе, онда болар еді. Ана жантақ шай деп іше беру деген ол давлениені түсіреді дейді. Рас, давлениені түсіреді, бірақ жөнімен ішу керек. Жантақты ішкен кезде сіздер курага дейміз ғой, кепкен өрік. Кепкен өрікті жеуді ұмытпаңыздар. Оның құрамында калий көп. Қазір жаз шығып келе жатыр, кәдімгі абрикос, өрік, оларды жеуді ұмытпаңыздар. Жантақты ішкен кезде. Әсіресе қысы жазы өне бойы бар кепкен өрік қой, курага. Соны жантақты ішкен кезде соны міндетті түрде жеңіздер. Өйткені сіздің организмдегі көбінесе калийді қуалайды жантақ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан калийді қуаламас үшін соны ішіңіздер. Оған өрік, мейіз, жаңғақ. Қазір микс жасап қойыңыздар. Өрік, жаңағы курага, мейіз, қара мейіз, сары мейіз, жаңғақ, тағы да ана неше түрлі жаңғақтың түрлері бар ғой, жер жаңғақ басқа. Соның бәрін араластырып қойыңыздар, дастарханыңыздың үстінде тұрсын қазір. Соны жеп отырыңыз. Көктемде сізге керекті организмге нәр болатын нәрсе. Ал жантақты қанша күн ішеміз десеңіздер, жантақты 2 аптадан артық ішпеңіздер. 12 күн, 14 күн. Одан артық ішуге болмайды. Сіз сүйектің де нәрін бәрін қуалап жібереді да, содан кейін сіз жаңағы аурудың көкесін сонда тауып алатын боласыз. Мінекей, құрметті менің оқырмандарым, маған подписка жасап, лайк қойып, комментарий жазып, маған келетін болсаңыздар, WhatsApp-қа шығыңыздар, жекеме шығыңыздар. WhatsApp-қа мен записпен қабылдаймын. Өйткені мен ерді мен апыр-топыр қылғанды жек көремін. Апыр-топырда адам емделмейді. Адамдар, содан кейін бізде бір адамдар қандаймыз? Бәріміз де гайыспыз. Ананың алдынан анау кету керек, анадан мынау кету керек. Айқай шу болады. Сондықтан мен записпен қабылдаймын. Жекеме жазыңыздар, келетін болсаңыздар. Мен осының барлығын емдейтін боламын. Бүйрекке нәр беретін нәрселерді сізге айттым. Көбінесе осы нәрселерді көп ішіңіздер, жеңіздер. Құрметті менің оқырмандарым, сіздер осы пайдалы ақпаратты менен алатын боласыздар. Ауырсаңыздар, келіңіздер.